Аға көп рахмет. Бүгін келіп өзіңіз жайлы, жұмысыңыз жайлы айтып беруге келіскеніңіз үшін, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін ең алдымен. Енді өзіңіз таныстырып өтсеңіз, мамандығыңыз, кім болып жұмыс істейсіз? Жалпы осы мұнай өнеркәсібіндегі еңбек жолыңыз қалай басталды? Рахмет, Меруерт. Мен 1976 жылы туылғанмын. Аты жөнім Кесев Күнтуар Байдәулетұлы. Біздер енді мектеп бітіргесін Жаңаөзендегі техникумнан, мұнай техникумды бітіріп, одан армияға кетіп, азаматтық борышымда Талдықорған, Алматыда өтеп, осы Ақтауға келіп, Маңғыстаумұнайгаз деген мекемеге кіргенбіз. 1997 жылы 20 жасындамын. Біздер енді мұнайшы боламын деген ойымда ештеңе жоқ, бұндай. Бір енді Алланы қалауы шығар. Маңғыстаумұнайгаз деген мекемеде, Маңғыстаумұнайгаз деген мекемеде енді еліміз сол кезде тоқырау кезең ғой. Егеменді алып, елімізде сондай бір ауыр кезең, барлық мамандықтар, мұғалімдер, басқа да саладағы адамдар өзінің бала шағасын асырау үшін саудаға шықты, солай ғой? Сол кездерде біздер соны қарамай, өндірістегілерде, басқа саладағы да мұғалім болсын, медик болсын, барлығы ақша бермейтін кезде біздер Қаламқас мұнайгаз деген мекемеге уақытылы системаға жұмысқа кіргенбіз. 10 күн жұмыс жасаймыз, 10 күн демаламыз. Сондай бір енді кезең, жаңа айтқандай. Алғашында кім болып кірдіңіз жұмысқа? Алғашқы сол енді қазірге дейін сол оператормын, товарный оператор болдым. Мұнай саласы деген өте бір қиын сала. Осы еліміздің жаңа айтқандай тоқырау кезегіндегі жаңағы айлық бермесе де, жаңағы құрал жабдықтар жоқ. Сондай бір кезең болған. Қиын кезеңде мұнай өндірдіңіздер. Қиын. Елімізге тамшыдай болса да үлесіміз қостық дегендей. Содан бері қанша жыл өтті енді сол өндірісте? Қанша жыл? Мына енді есептеп қарасам, келесі жылы 2024-тің 2 февралында 27 жыл болады екен. Сол енді біз жаңа айтып отқандай, өндіріс деген адам, маман саған үйретпесе, ол с годами үйренесің дейді ғой, мына тәжірибемен келеді. Бұндай бізде енді алдымызда ұстаздарымыз болды, мастерлеріміз болды, үлкен кісілер болды, маман. Солардан үйрендік. Тоқырау кезең болғасын жерде, жаңағыдай орыс ұлттары Ресейге көшті, қазақ ұлттары соны мамандықты, мұнай саласын игеріп, еліміздің дамуына үлес қостық десек те болады. Сол заманды өз көзіммен көргендердің бірімін деңіз. Мысалы, 27 жыл деген ширек ғасыр асты ғой. Жалпы отбасыңызда алғашқы мұнайшысыз ба, әлде оған дейін де мұнайшылар болған ба? Рахмет, Меруерт. Жақсы сұрақ қойдыңыз. Мен үйде 8 баламыз, 6 бала, 2 қыз. Мен үйде ең сегізіншісімін. Жаңа айтқандай Күнтуар. Маған да бір Күнтуар дегендей, шешеміздің енді қойғандағы шығар. Құрсағында жатқанда ер бала екен, білген екен мені. Сол бір адамдардың ата-ана болғасын жерде менің баламда арманшыл ғой, менің баламда бір кісілер болған екен. Күнтуаровтар ауылда прокурор болды, судья болды, завсклад болды, Қаракенже деген. Сол кісіге барып, мен де баламды, сіздің фамилияңызды алып, мен балама қойғым келеді деп рұқсатын алған екен. Сол кезде мен 7 айлық анамның құрсағында жатқан екен. Сол кісілерді енді көрем, ұрпақтарын кісіні көргенмен. Сол кісіні көрмегенмен, сол ұрпақтарын көрем, мені сыйлайды. Олар Өзенмұнайгазда жұмыс жасайды қазір. Жаңа айтқандай, 6 бала, 2 қыз, үйде тек қана мұнайшы мен. Ойлаған жоқпыз, әке-шешеміз енді қарапайым адамдар болған, ондай басшылық қызмет атқарып, жуас адамдар болған. Енді Алланың қалауы шығар бәрі.
сол сіздің ізіңізді жалғап осы кәсіпшілікті ары қарай алып кетемін деген өз балаларыңыз? Мен енді балдарым кім баласын жаман болсын дейді. Менің балам, қызым да енді мұғалім, қазір гимназияда мұғалім, бастауыш класста. Одан кейінгі балам Назарбаев интеллектуальный школаны бітірді. Одан кейін СДУ-да оқиды, Алматыда 4-ші курс. Келесі жылы аманшылық болса бітіреді. Одан кейінгі балам физматта оқиды, гимназияда. Сосын одан кейінгі бір кішкентай 4 жас, одан кішісі, ең кішісі 2-ші класс. Енді мен оларға мұнайшы бол, басқа мына саланы таңда деп айта алмаймын. Себебі адам болғасын жерде өз қалауы, өз таңдауы болу керек екен деп өзім ойлаймын. Аға, енді жұмыс туралы айтып беріңізші. Бірге жұмыс істейтін жаңыңыздағы әріптестеріңіз, жолдастарыңыз жайлы. Мен енді қасымда жаңа айттым, 15-20 адамдай бір сменде боламыз. Смен дегенде жаңағы день, ночь, отцепной выходной дедік қой. Әйел адамдардан бастайын, Тілектес апамыз бар, сосын Раушан апамыз бар, одан Күлсін қарындас бар, Гүлнар деген қарындасымыз бар, сосын қыздар бар, лаборант қыздар. Қарашаш апам бар, Нұргүл апам бар, Салима құрдасым бар, сосын Әйгерім деген қарындас бар, ол енді лаборанттар. Сосын қасында жаны үлкен кісілерден айтатын болсам, Біржан деген ағам бар, Нұркен деген ағам бар, Самат деген ағам бар, қалған енді Истай деген ағам бар. Қалғаны буын менен кіші, Конда отыратындар Асқар мен Әнуарды айтқым келеді. Өз істерінің мамандары, Бүткіл Маңғыстау-Мұнайгаздың мұнайын Қазтрансойлға өткізіп тапсыратын госстандартпен. Сосын енді товарный парк деп айтамыз, ол жігіттер інілерім бар. Өте бір жақсы інілерім бар. Ербол деген үйренгісі келіп жұлқынып тұрған. Бақыт деген балдар бар. Сосын Нұр деген жігіт бар. Содан қазіргі Азамат деген жігіт бар. Сосын жаңағы тағы бір машинист інім бар, Абат деген. Жігіттердің енді түгел аттарын айттым деп ойлаймын. Олар да бір мәз болып қалады ғой, менің атымды айтты деп. Жаңа айтқандай, Қызылқұлов Володя деген инженеріміз, мастеріміз, өте білімді жігіт, Алматыда оқыған. Соны бір маған да көп үлесін қосты жұмыс үйренуіме. Енді бір отбасыдай бірге тұрасыздар. Жұмысты бірлесіп, бірге атқарасыздар. 12 сағат қой енді. Шайымыз, тамағымыз, әңгімеміз. Жаңа айтқандай, коллектив деген бір 4-ші жұрты дейді ғой қазақ. Жаңа жігіттің өзінше. Жаңа айтып отырып қой енді. Өзің жұртың бар, нағашы жұртың бар, қайын жұртың бар. Ай, коллектив деген тағы бір жұртың бар ғой деп кейде бір қосатынымыз бар осы. Одан қалса, ұжымның ауызбіршілігі жұмыстың нәтижесіне де әсер ететін шығар. Осы айтасыңыз, мысалы, мұнайшылар күніне қызықтап концертке барып, сосын бір отырыста отырып, бастарымыз жинап, жаңа айтқандай, бір терін пұшпағын еле отырып қой, жұмыс болғасын жерде. Біріміздің жақсымызды асырып, жаманымызды жасырып, тәтті өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар. Біздерде цехымыз мұнай дайындау және өткізу цехы. Тасымалдау деп те айтады енді. Жаңа айтқандай әртүрлі процестер өтеді. Химический процесс, термический процесс, механический процесс. Енді әртүрлі біздерде қондырғылар әртүрлі дайындап жатыр қазір, реконструкция жүріп жатыр. Себебі енді жылдан жылға жаңағы еліміздің дамуына, технология дамуына әртүрлі не қосып жатыр біздер. Қондырғылар, жоғарыдағы басшылардың тапсырмалары, сондай жаңа қондырғылар. Жалпы мамандық таңдауда, осы жолды таңдауда, мұнай өнеркәсібін таңдауда қателестім деп өкінетін сәттеріңіз бола ма? Әлде еш өкініш жоқ па? Енді жаңа айтқандай, әр адам шыр етіп өмірге келгенде маңдайына жазады дейді ғой. Өмір қалай болады, тағдырың қалай болады деп. Сол сияқты мен жаңа айтып отырғандай, үйімізде мұнайшы жоқ. Мен енді
мұнайды жеп отқан наның, бала шағаңның қамы, о да бір не, бірақ мен өзім мұнайшы болғаныма өкінбеймін өмірде. Жұмысым жақсы көремін, өте жақсы көремін. Тырысамын әлде үйренуге, енді уақыт әлде мысалы қарасам біздерде пайдаланып жатқан өндірісіміз, қондырғыларымыз бәрін соны жаңартып жатқанына қарағанда біздің дамуымыз әлі алда, әлі жаңағы белестеріміз алда деп ойлаймын. Соны игеруге, үйретуге әлде кеш емес дейсіз ғой? Әлде кеш емес. Адам былай жалпы айтады дейді ғой, адам деген өмірге үйренумен өтеді екен деп. Дұрыс айтасыз. Бір жағынан 25-27 жыл жұмыс істедім, толдым, білдім деп айтуға болмайды дейсіз ғой? Енді меруерт, мен өзім енді өмірді көрдім деп, ашық түсін көрдім деп айта алмаймын. Кейбір жігіттерде, кейбірде бізден ақылын сұрап отқан кезде айтады, сіз қалай ойлайсыз деп. Менің білмейтінім 9, білмейтінім 99. Сондықтан енді бәрі затты игердім, бәрі затты білемін деп айта алмаймын. Өндіріске келіп жатқан жас мамандардың ынтасы қандай? Жастар күшті қазір, мықты жастар. Себебі мен өзім сол кездегі, сол жасындағы білмеген заттарымды олардан үйреніп отырамын. Мына айтады ғой, жалпы адамның, жаман адамның да жақсы қасиеті болады екен. Жаман адам болмайды екен. Өзіңнің тілтабысыңа байланысты екен. Жастардан үйренетін нәрсе көп деңізші. Жастардан үйренетін заты көп. Олардың себебі мына ген ау деймін. Адамда жалпы мына айтады ғой, ген деп. Әкесі мысалы әкім болған адамдар бар, мұғалім болған адамдар бар. Мұнай саласы болсын, қай саласы болса да, әр адамның мына тектілігіне байланысты шығар мүмкін, тәрбиесіне байланысты шығар. Бірақ жастарға жаңағы Мағжан Жұмабаев айтқандай, қандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деп, біздер жастарға сенеміз. Жалпы сол мамандарға бірнеше кеңес бере кетсеңіз, осы жолды таңдап жатқан мұнайшы болам деген жандарға нені білу керек, не қажет мамандарға? Енді дастархан басында да, жұмыс басында да шай ішіп, жаңағы ас ішкенімізде үлкен адамдар айтып отырады деп. Мында Мұқағалидың мынандай өлеңі бар. Асығып алыс күндерге, бір белден асып бір белге, адасып қалмай бір жерде, айсыз қара түндерде, алысар жерде алысып, табысар жерде табысып, жүгенсіз асау өмірдің жалына мықтап жабысып, жұртыңның бермей намысын халқыңмен бірге қауышып, отаныңда іргеңде, не жетсін өмір сүргенде деп. Біздер енді жаңа айтқандай, жастарға сенеміз, жастар үйретуге, соның ішінде мұнай саласы, оларды үйретуге, бағдар беруге әрқашан дайынбыз. Онда айтып тұрады жоғарыдағылар. Себебі енді жаңа айтқандай, жастар білімді болу керек, жастар шаршамау керек, елімізді дамытуға үлесін қосу керек, жастарда үлкенді сыйлау керек. Аға, көп рахмет. Осындай ойларыңызды ортаға салып, сұрақтардың барлығына ашық жауап бергеніңізге тек қана сәттілік тілеймін. Жұмысыңыз табысты болсын, отбасыңыз, өзіңіз аман болыңыз. Көп рахмет. Қазмайгаздан, Астанадан келіп отқан, сұхбат алып отқаныңызға рахмет. Сау болың. Біздер өндірістің адамымыз, көп жаңағы осындай сұхбаттар көп болса екен деймін. Сіздерге творчестволық табыс тілеймін. Басыңыз аман, деніңіз сау болсын. Рахмет көп.